Бізде осы әдемі тасбақаның бас бөлігін тоқимыз және денелерін біріктіреміз. Басын тоқу үшін бірінші кольцо амигуруmiді тоқып аламыз. Қолымызға іліп аламыз, саусағымызға. Содан соң ауада 2 рет іліп, 6 столбик без накида іліп шығамыз. Бірінші қатарымыз солай аяқталады. Қосқан соң, 6 столбик іліп болған соң, осылай жиырып, біріктіріп аламыз. Дәл жаңағы аяқтарын тоқыған сияқты тоқылады. Содан соң екінші қатарды тоқимыз. Бізде екінші қатарда әр столбиктен 2 реттен іліп көбейтеміз. 12 столбик шығу керек. Яғни 6 столбиктен 12 столбик шығарамыз. Яғни қосып аламыз. 6-ның көбейту кестесі сияқты жүреді, байқасаңыздар. Екінші қатарда әрқайсысынан 2 рет іліп аламыз. Солай көбейтеміз. Екінші қатар біткен соң біріктіріп аламыз. Содан соң үшінші қатарды тоқуға кірісеміз. Үшінші қатарда бірінші жайылып аламыз. Әр екінші столбиктен 2 рет көбейтіп отырамыз. Қатардың соңында 18 столбик шығу керек. Бірінші 1 рет жай іліп аламыз. Әр екінші столбиктен көбейтіп отырамыз. 2 рет іліп. Дәл солай қатардың соңына дейін через. Біреуінен 1 рет, екіншісінен 2 рет. Солай кете береді. Дәл солай екінші қатарды аяқтап болған соң, үшінші қатарды тоқуға кірісеміз. Үшінші қатарда бізде бірінші столбиктен 1 рет іліп аламыз. Екінші столбиктен 1 рет, үшінші столбиктен 2 рет столбик без накида іліп отырамыз. Екеуін жайылып аламыз. Әр үшінші столбиктен 2 рет көбейтіп отырамыз. Бұл қатарда 24 столбик шығу керек. Дәл солай қатардың соңына дейін бірінші, екінші столбиктен 1 рет, екінші столбигімізден 2 рет іліп отырамыз. Солай аяқтаймыз. Бізде 4-ші қатарымыз көбейтудің ең соңғы қатары болады. Бұл жерде бірінші столбиктен, екінші столбиктен, үшінші столбиктен 1 рет іліп аламыз. Әр 4-ші столбиктен 2 рет іліп отырамыз. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқимыз. Бұл бізде 4-ші қатар. Осы 4-ші қатарды аяқтап болған соң, бізде 5-ші және 6-ші қатар еш өзгеріссіз тоқылады. Ешқандай көбейту болмайды. Сол 5-ші, 6-ші қатарды тоқып болған соң, бізде қысқарту басталады. Қысқартуымыз 1-ші, 2-ші, 3-ші столбиктен жайылып аламыз және 4-ші, 5-ші столбикті осылай біріктіріп тоқимыз. Мұқият қараңыздар, видеоға қысқартудың түрін көрсетемін. Осылай 1-ші сыртқы жібінен, ал 5-ші столбиктің ішкі жағынан жіпті іліп аламыз. Дәл солай қатардың соңына дейін 3-еуін іліп аламыз. Әр 4-ші, 5-шісін біріктіріп тоқимыз. Видеоға қарап, мұқият қарап үйреніп алсаңыздар болады. Бұл жерде тез көрсетіліпті. Дәл солай қатарды аяқтаймыз. Содан соң бізде 7-ші қатар, 8-ші қатар ма болды. Енді 9-ші қатарды әр 2 столбиктен соң қысқартып отырамыз. Дәл жаңағыдай. 2 столбик іліп аламыз. 3-ші, 4-ші столбикті біріктіріп тоқимыз.
2 рет іліп аламыз. 3-ші, 4-ші столбиктен біріктіріп отырамыз. Дәл солай келесі қатардан 1 рет іліп аламыз. Келесі 2-ші, 3-ші столбикті біріктіріп тоқимыз. 1 рет жай столбик іліп аламыз. 2-ші, 3-шісін біріктіріп тоқимыз. Яғни қысқарту болады бұл жерде. Солай тасбақамыздың бас бөлігі тоқылады. Содан соң ішіне наполнительді толтырып, бірінші көзін қойып аламыз. Содан соң наполнительді толтырып, бұйымымызды аяқтаймыз. Бас бөлігі аяқталады. Содан соң оның денесіне тігеміз. Бұл жерде қысқартудың ең соңғы қатары жүріп жатыр. Бір столбик іліп аламыз. Содан соң біріктіріп тоқимыз. Бір столбик ілеміз. 2-ші, 3-ші столбикті біріктіріп тоқимыз. Дәл солай кете береді қатарынан. Аяқталды бас бөлігі. Енді көзін қоямыз. Осылай. Егер көз жоқ болса, тоқып қойсаңыздар да болады. Немесе моншақ қойып қойсаңыздар да болады. Осындай арнайы көз қойып, әдемі шығады. Ішіне наполнительді толтырамыз, сонымен басы аяқталды. Осындай әдемі шықты. Көзді бұна кішірек болған соң қиындау болып тұр. Көзді бір соңғы қатардан бір қатар алдында қойып қойсаңыздар болады. Сонда қиын болмайды. Ішіне наполнитель толтырамыз. Сонымен аяқталды. Енді аяқтарын, денесін қалай қосуды үйрететін боламын. Наполнитель толтырып жатырмын. Енді аяғын қосамыз. Аяғын қосқан кезде бұлай осы соңғы 3 столбиктен біріктіріп тоқимыз. Әр аяқтың 3 столбиктен біріктіріп тоқимыз. Дұрыстап төменгі басқа түсті тоқыдық қой. Сол жағы төмен қарап тұру керек. Сол жағына мұқият мән беріңіздер. Арасын 6 столбиктен соң 2-ші аяқты. Келесі 6 столбиктен соң 2-ші аяғын. Содан соң 6 столбиктен соң 3-ші аяғын. 6 столбиктен соң 4-ші аяғын тоқып аяқтаймыз. Аяқтардың тұруына мән беріңіздер. 3 столбиктен біріктіреміз денесіне, қанатының. Сіздерге дұрыс түсіндіріп айтылмаған сияқты. Өзіме сондай болып тұр. Дұрыс түсіндіре алмай жатырмын. 3 столбик, аяқтың 3 столбигін біріктіріп тоқимыз соңғы. Артықша қалған жіптерін ішіне кіргізіп жібереміз. Арасына мұқият білдіртпей тоқып жіберсеңіздер де болады. Міне. Осы жерде
басқа түспен тоқыдық қой, сол жағы төмен, басқа түспен тоқылған жағы төменге қарап тұру керек, сонда дұрыс шығады. Мынау мен тоқып жатқаныма қарап мұқият мән беріңіздер. 3 столбикпен біріктіріп тоқылады. 3 столбигі. Дұрыс жеткізе алмай жатырмын. Осылай тұру керек. Дәл осылай аяқты қойып алып тоқсаңыздар да болады. 3 столбигін денеге біріктіріп тоқимыз. Осындай дайын болды. Осыған қарап аяғын орналастырып тоқып шығыңыздар. Енді дененің үстіңгі бөлігін тастыны басын бірінші тығып аламыз, содан соң біріктіріп тоқимыз. Осылай басын қойып аламыз. Инені өткізіп тігеміз. Осылай өткізіп аламыз. Соң бастан мұқият қарап үйреніп алсаңыз болады. Осылай тігеміз. Инені өткіземіз. Соң тағы бастан өткізіп, денеден өткіземіз. Қарап үйреніп алыңыздар. Дәл солай. Тағы да инені өткізіп, бастан өткіземіз. Соң денеден, мына жерде камерадан алыс түсіріліп қапты. Қателік кетіп қапты. Осылай айналдыра тігіп шығамыз. Тағы да бір қатардай тігіп жіберсеңіздер болады. Сонда басы дұрыс тұру үшін. Енді дәл осылай бас жағынан бастап біріктіріп тоқыған жақсы, себебі басқа жағынан бастап тоқысаңыздар басы қисық болып қалуы мүмкін. Сол үшін басын дұрыстап қойып тоқып алып бастаңыздар. Мен солай бастаймын. Біз үстіңгі бөлігіндегі жіппен біріктіреміз. Түсті жіппен біріктіреміз. Басын тауа алмай қалдым бұл жерде. Жіптің бас жағын. Осылай өткіземіз. Жібімізді бірінші өткізіп аламыз. Содан соң денесін қосып тоқимыз. Жіпті бір іліп алдым да, сонда сөгіліп кетпейді. Сол бір іліп алыңыздар. Видеоға сол жер дұрыс. Кәдімгі столбик іліп аласыздар. Енді дәл осы мұқият қараңыздар. Өткізіп, біріктіріп тоқимыз. Айналдыра біріктіріп тоқып аламыз, бірақ соңғы жағында біраз жерін ашық қалдырғандарыңыз дұрыс, себебі бізге наполнительді салатын жер керек болады. Дәл осылай өткізіп, столбиктерімізді іліп шығамыз. Айналдыра тоқып шығамыз, содан соң кішігірім жерігін қалдырып, наполнительді толтырып, содан соң аяқталады.